Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, балаларыңызға сақ болыңыз. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписка түймелерін басса кетуді ұмытпаңыз. Ал онда біз бастадық. Алматы облысында 300 оқушы мектепке бару үшін 1 сағат жаяу жүруге мәжбүр. Алматы қалалық Алатау қаласына қарасты саяжайда тұратын балалар 8 шақырым жердегі мектепке жаяу барып жүр. Саяжайдың 300-ден астам оқушысы Заречный қаласындағы мектепке барады. Мектептің таситын автобус 16 адамдық. Оның өзі бір жүрсе 2 күн жүрмейді. Саяжай менен Заречный ортасында Алматының Өскемен күре жолының бар оқушылар осы жолдың үстімен жүреді. Не болмаса су ағатын бетон көпірдің ортасынан өтеді. Алатау қаласында білім бөлімі бұл проблеманы 2 аптада шешуіне уәде берді. Толығырақ мәліметті личкамыздан аласыз. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.